Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Бекен Римова атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп-гимназиясы мектеп алды даярлық топ мұғалімі Интібекова Сәуле Ағдарбекқызы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағынан қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы балмұздақ, е дыбысы мен әрпі. Сабақтың мақсаты дыбысты естіп, қабылдау, сөзден бөліп жеке айту, дыбысты ажырату, дұрыс дыбыстау, жазу бетіне бағдарлау, әріп элементін жазу. Сабағымызды жақсы көңіл-күймен бастайық. Біз ақылды баламыз, айтқан тілді аламыз, сауат ашу ілімін лезде ұғып аламыз. Еске түсірейік, дыбыс деген не, әріп деген не. Сабағымызды орманға саяхаттан бастаймыз. Арыстанның тапсырмасы. Таңдайыма тәттақ, өзі қардай әппақ, мұзда, балда өзінде, бұл атақты балмұздақ. Дұрыс айтасыңдар, балалар, жақсы. Бұл эскимо, балмұздақтың бір түрі. Эскимо сөзінде бірінші дыбыс қандай дыбыс, балалар? Е дыбысы. Жақсы. Е дауысты жіңішке дыбыс. Назарымызды суретке аударамыз. Электр, эскимо, экскаватор, экран, элеватор. Көбелектің тапсырмасы. Сөздерді буындап оқу. Электр, эскимо, экскаватор, экран, элеватор. Кезекті Сергітов зәтіне береміз. Сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыммен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша, дәптермен жұмыс. Үлгі дәптерге е әрпін толтырып жазамыз. Сабағымызды қорытындылай келе бас бармақ тәсілімен кері байланыс жасаймыз. Жақсы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.